Сәлем достар, бүгін аузыңа салса еріп кететін бананды чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең бастысы, пісіруді қажет етпейтін, жасалу жолы өте оңай чизкейк. Менен жаңа рецепт сіздерден лүпіл мен тіркелу болсын. Алдымен 400 грамм печеньені блендерден өткізіп сақтап аламыз. Үстіне 100 грамм сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі массаға айналған соң формамызға салып нығыздаймыз. Содан соң 1 сағатқа тоңазытқышқа қойыңыздар. «400 грамм ірімшік, 2 банан, 3 ас қасық қант, 150 грамм түрік йогуртын жақсылап блендермен араластырып, 10 грамм агар-агар немесе желатин қосып, массамызды тұйықтаймыз. Дайын болған массамызды формамызға құйып, бетін тегістеп, 2 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Осымен бананды чизкейкіміз дайын. Көңіл бөліп қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.